Hello dear students, how are you? Сәлем құрметті үйренушілер. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі тақырып не жайлы болмақ? Шопинг жайлы. Бүгін ағылшын тілінде шопингге қатысты жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Бірінші үйрететін сөзім customer. Customer дегеніміз ол кәдімгі клиент. Мысалы, сіз бір затты алатын тұтынушысыз, сіз customer, яғни клиентсіз. Екінші үйреткім келетін сөз, сіз магазинге бардыңыз, сізге зат таңдауда көмектесетін адам, ол shop assistant, shop assistant дегеніміз, яғни ол сізге сатушы ғой, енді былай айтқан кезде, shop assistant. Келесі үйреткім келетін сөз, ол Magnumге баратындар көптеп білет, ол trolley. Trolley дегеніміз ол кәдімгі тележка. Тележка. Егер заттарыңыз көп болса, trolley керек болады. Ал егер заттарыңыз аз болатын болса, basket жеткілікті. Basket. Келесі үйреткім келетін сөз, яғни сіз алатын заттарды жалпы item деп айтады. Item істесе ол заттар деген вещи мағынасында болады. Item. Келесі үйреткім келетін сөз, яғни сіз затты алып болдыңыз, сатушы сізге не береді? Чек береді. Оны ағылшын тілінде receipt дейді. Receipt, check. Сіз магазинге бардыңыз, киім алғыңыз келеді, бірақ размер шақ келеді, шақ келмейді, білмейсіз. Сол кезде не істеу керек? Киіп көру керек болады. Сонда қалай болады ағылшынша? Киіп көру, try something on. Мысалы, сіз сатушыдан сұрап көресіз. Can I try it on, please? Яғни мен мұнаны киіп көрсем бола ма? Деген сұрақ қойып көре аласыз. Яғни try something on. Яғни киіп көру деген мағынаны білдіреді. Окей, енді киіп көру керек болады сізге. Ол кезде қандай бөлмеге бару керек? Яғни примерочныйға бару керек. Оны ағылшын тілінде changing room дейді. Changing room. Яғни киінетін бөлме. Changing room. Келесі үйреткім келетін сөз, мысалы, сіздің размеріңіз L, бірақ үстіңізге M киіп алдыңыз. Сол кезде сізбен бірге еріп барған досыңыз айтады, мынау саған шақ келмейді деп. Сонда қалай болады? It doesn't fit you. Яғни fit шақ келу мағынасында. Мысалы, киіп көресіз, сіздің размеріңіз, сол кезде сіз не дейсіз? Бұл менің размерім дегенде it fits me. Яғни fit дегеніміз шақ келу деген мағынаны білдіреді. Енді шақ келу бөлек, және де жарасу да керек киімнің, Мысалы, киім киіп көрдіңіз, сіздің бір болады ғой, түсіңізге сәйкес келмеуі мүмкін, немесе жалпы бір үйлеспей тұру мүмкін. Үйлесу деген ол қалай болады? Suit. Мысалы, бұл саған келіп тұр деген мағынаны айтса, саған үйлесіп тұр деп айтатын болсаңыз, it suits you. Яғни S-дің жалғанған себебі ол it болғаны үшін, Сонда suit. Яғни шақ келу деген мағынаны білдіреді. Шақ келу емес, үйлесу мағынасын білдіреді. Енді сізге киім шақ келді, не істеу керек? Оны сатып алу керек болады. Сатып алу дегеніміз buy something, Яғни бір нәрсені сатып алу деген мағынаны береді. Buy. I wanna buy these clothes. Мысалы деген мен мына киімді сатып алғым келеді деген мағынаны береді. Затты сатып алу керек. Кассаға келесіз, кассада не болады? Кезек болады. Сол кезекті қалай айтады? Queue дейді. Яғни жазылу, яғни ол бұл жерде 5 әріп болғанымен, бірақ оқылуы кәдімгі бір queue'дің оқылуы сияқты болады. Queue. Енді сол кезде біреу сізге қоңырау шалып қалса, сіз айтасыз I'm waiting in the queue. Яғни мен очередте тұрмын деген мағына. To be in the queue. Яғни очередте болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, Black Friday деген кезінде немесе көптеген бағанағы скидка беретін кездерде не дейді? Магазиндер special offer жасайды. Яғни арнайы ұсыныс, керемет ұсыныс жасайды. Соны special offer. Яғни special offer дегеніміз ол арнайы ұсыныс, керемет ұсыныс деген мағынаны береді. Құрметті үйренуші, біз сіздермен бүгін шопинг жасауды үйрендік. Бұдан былай кез келген ағылшын тілді ортаға барып, сіз шопинг жасай алатыныңызға сенімдімін. Назар аударғаныңызға рахмет.